қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада идеяларды жинау әдісі. Сұхбаттың негізгі идеясы қандай? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты атаңдар. Камал Ормантаев кім? Ой түрткі сұрақтарына жауап. Дәрігерде соңғы рет ауырған кезде болдым. Аурудың алдын алу үшін дәрумендер мен дәрумендерге бай тағам түрлерін тұтыну керек. Денсаулықты сақтау үшін спортпен шұғылданып дұрыс тамақтану керек. Екінші тапсырма. Көптік жалғаулы сөз. Балалар, балалардың, адамдардың, аурулары, тамырлар. Тәуелдік жалғаулы сөз. Дәрігері, сұхбаты, денсаулығы, жүйкесі деп тапсырмаларды орындауларыңызға болады. Ал келесі септік жалғаулы сөздер. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септікті мәтін ішінен тауып сіздерге видеода көрсетіп қойдым. Жүктік жалғаулы сөз отырмын болып есептелінеді. Үшінші тапсырмада дұрыс бұрыстығын анықтауымыз керек болады. Бірінші мәтін дұрыс, екінші мәтін бұрыс, үшінші мәтін дұрыс, төртінші мәтін бұрыс, бесіншісі дұрыс, алтыншысы дұрыс, жетіншісі бұрыс ақпарат болып есептелінеді. Үшінші тапсырманы осылайынан орындауларыңызға болады. Немесе кестені сызып, кестенің ішіндегі дұрыс немесе бұрыс деген бөлігіне галочка, птичка қоюларыңызға болады. Төртінші тапсырмада аурудың себептері және одан сақтану. Ауру адам денсаулығына зиян келтіретін жағдай. Көп жағдайда адамдар өз денсаулығына дұрыс қарамағандықтан ауырып қалады. Ауырмау үшін мына қағидаларды есте ұстаған жөн. Көп қозғалыс жасамаған бала жиі ауырады. Сондықтан таңертең дене жаттығуларын жасап серуендеген дұрыс. Тымырсық жерде көп отырсаң басың ауырады. Сондықтан бөлмені жиі желдетіп таза ауа жұт. Қолыңды жумай тамақ ішсең микроб жұқтыруың мүмкін. Сондықтан әр тамақтанар алдында және ойыннан кейін қолыңды сабындап жу. Жылы киінбесең суық тиіп қалуың мүмкін. Сондықтан ауа райына сай киін. Көкөніс пен жеміс-жидек аз жесең ағзаң әлсірейді. Сондықтан пайдалы тағамдарды көп же. Түнде кеш ұйықтасаң денең демалмайды. Сондықтан уақытылы ұйықтауға тырыс деп төртінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Жиі кездесетін балалар ауруы мен емдеу жолдары тақырыбы аясындағы оқушы мен дәрігер арасындағы сұхбат сіздерге бейне сабақта көрсетілген. Оны көшіріп жазып алуларыңызға болады. Төртінші және бесінші мәтіндегі айырмашылықтарға тоқталып өтетін болсақ, олардың айтылу сазында, яғни интонациясында және тілдік құралдарында айырмашылықтар бар. Төртінші мәтінде сабырлы, түсіндірмелі, бірқалыпты, тәрбиелік және кеңес беру мәні басым түрде түсіндірсе, екінші, бесінші мәтінде еркін, табиғи, диалогтық сипатта, сыпайы, жылы, адамгершілік үн бар. Тірі сөйлеу, тіліне тән, яғни сұрақ-жауап, қысқа, нақты репликалар қолданылған. Ал олардың тілдік құралдарына келетін болсақ, төртінші мәтінде бұйрық райдағы етістіктер жиі қолданылса, бесінші мәтінде сұраулы сөйлемдер қолданылған. Дәл осылай қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube арнама жазылып алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.